Мемлекеттік органдар тарапынан қойылатын кей талаптар отандық бизнесті дамытуға кедергі келтіруде. Бас прокуратурада өткен жиында Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері осылай деп мәлімдеді. Олардың дерегіне сай кәсіпкерлер орындауға міндетті талаптары қайта қаралған. 2 айға жуық уақытқа созылған тексеру барысында 40-тан астам санитарлық ереже қарастырылған. Зерттеудің қорытындысы бойынша 11543 талаптың тек 2371-ін қалдыруы көзделген. Бірақ санитарлық қағидалардың бұлай күрт азаюы бизнес иелерінің арқасын кеңге салуына жол бермейді. Жауапсыздыққа бой алдырғандарды ешкімде маңдайынан сипай қоймасы анық. Қазір жаңа тексеріс құжаттарын бекіту туралы ұлттық экономика министрінің бұйрығы Атамекен палатасының қарауына түскен. Талаптарын бәрін жаңадан зерттеп, бірлесіп бас прокуратура мен ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп жасадық. Соның ішінде осы енгізілген талаптардың 80%-ын біз алып тастауға ұсыныс бердік. Біздің жасаған талдаумен осы кәсіпкерлердің түсіп жатқан арыздары көрсеткендей, осы көптеген талаптар ол сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылық болып танылса болады.